Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен кислородтық коктейль жасайтын боламыз. Үй жағдайында термомиксіз, майкөксіз, соковыжималканың көмегінсіз сок жасауды үйренеміз. Осылай ыдысымызға алдын ала 60 грамм шекерімізді өлшеп дайындап аламыз. Одан кейін кувшинімізға салқын 500 грамм су құйып дайындап қоясыздар. Одан кейін блендерімізге 200 грамм укроп алдым мен. Соны уақыттап турадымда блендерімнің ішіне саламын. Және бір лимонның жартысын екіге бөліп, немесе уақыттап турап салсаңыздар да болады. Блендердің көмегімен 2-3 рет езу арқылы уатып дайындап аламыз. Осылай уақыттап туралғаннан кейін лопаткамыздың көмегімен алдын ала дайындалған суымыздың ішіне салатын боламыз. Осыдан кейін алдын ала дайындалған шекерімізді суымыздың ішіне құйып, лопатканың көмегімен жақсылап тұрып, согымызды араластырамыз. Салқын күйінде ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.